Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Дина Мукатай. Бүгінгі видеода варикоз жайында ақпарат беретін боламын. Яғни, қандай факторлар варикозға әкеледі және оның пайда болу механизмі, клиникасы, жалпы нақты емі және профилактикасы жайында ақпарат беретін боламын. Жалпы механизміне келетін болсақ, жүрекке баратын қан тамыр веналар жүректен тіндерге, бұлшықеттерге баратын тамырлар артериялар болып саналады. Аяқ көк тамырында қан төменнен жоғары қарай гравитация күшіне қарсы жүрекке қайтады. Біз қозғалған кезде балтыр бұлшықеттері жиырылып көк тамырды басады. Солайша қанның жүрекке қайтуын ынталандырады. Ал осы көк тамырдың ішінде қанның жүрекке қайтуын қамтамасыз ететін клапандар болады, яғни қақпақшалар болады. Олар қанды жүрекке өткізеді, бірақ қанның кері бағытта жүруіне мүмкіндік бермейді. Біз отырғанда немесе тұрғанда қанның кері қайтуын болдырмас үшін осы қақпақшалар жабылады. Ал варикоз кезінде осы клапандардың, яғни қақпақшалардың жұмысы бұзылып, қан кері қайтып, венада іркіледі. Нәтижесінде қан тамырлар кеңейіп, ісініп, варикоз дамиды. Келесі кезекте варикоздың пайда болуына себеп болатын бірнеше факторларды көрсетемін. Бірінші кезекте вена қақпақшаларының ақауы, яғни адам жасының ұлғаюына байланысты қан тамырларының қабырғалары жұқарып, иілгіштігі жоғалады. Келесі кезекте бұл тұқым қуалайтын ауру. Егерде әжеңізде, анаңызда болса, сіздегі варикоз генмен берілуі мүмкін. Әйелдердің 3-тен 1-інде жүктілік кезінде варикоз пайда болады, себебі аяқтарына артық салмақ түседі. Аяқтағы варикозды профессиялық ауру деп те атайды. Себебі аяқтан тік тұрып отырмай жұмыс істейтін адамдарда өте жоғары жиілікте варикоз кездеседі. Аз қозғалысты өмір салты, аяқты айқастырып отыру, артық салмақ, осының барлығы варикоздың дамуына себеп болады. Гормондарды оңды-солды қабылдау, биік өкшелі туфли кию, ауыр жаттығулар жасау жағдайды асқындырады. Варикоздың негізгі клиникалық белгілеріне келетін болсақ, аяқта ауырсынудың болуы, көрінетін ісінген веналар, аяқтың ісінуі, ал ауыр түрлерінде аяқ пен тобықтың терісі қалыңдап, түсі өзгеріп, жазылмайтын терінің ойық жаралары пайда болады. Диагностикасына келетін болсақ, варикозды ультрадыбыстық зерттеу арқылы және физикалық қарап тексеру арқылы анықтайды. Физиотерапияда варикоздың емінде дарсонвализация және магнитотерапиялық әдіс қолданылады. Магнитотерапия төмен жиілікті, тұрақты магнит өрісі қолданылатын физиотерапиялық әдіс болып саналады. Варикоз кезінде бұл аппарат қанды сұйылтып, қан айналымды жақсартады, ісінуді азайтып, ауырсынуды басады, терінің жалпы жағдайын жақсартады. Ал дарсонвализация жоғары жиілікті импульсті тоқ арқылы теріге және оның шырышты қабаттарына әсер ететін физиотерапиялық әдіс болып саналады. Бұл аппарат қан тамырларды кеңейтіп, серпімділігін жақсартады, қабынуды басып, ісінуді азайтады, қанды сұйылтып, қан айналымды жақсартады және де аяқтағы ауырсыну сезімін басады. Варикоздың терапиялық емінде венотоникалық дәрілер тағайындалады, ал ауыр асқынған түрлерінде операциялар жасалынады. Варикоздың алғашқы белгілері пайда болған жағдайда шұғыл түрде флеболог дәрігердің қабылдауына барған жөн. Ешқашанда варикозды өз бетінше емдемеңіз. Варикоздың емінде компрессиялық тюльки, яғни шұлықтарды кию ұсынылады және аяқты жоғары көтеріп жату қажет. Сонымен қатар, жиі көкөністер мен жеміс-жидектерді қабылдау өте пайдалы. Әсіресе сарымсақ пен пияз өнімдері қанның реологиясын жақсартып, қанды сұйылтып, түзілген тромбтың тездетіп беруіне әсер етеді. Сонымен қатар, брокколи, орамжапырақ, лимон, жасыл алма, апельсин сияқты жемістердің де пайдасы өте зор. Олардың құрамында қан айналымды жақсартатын, қан тамырларды нығайтатын, қабынуды басатын антиоксидант флавоноидтар бар. Варикоз кезінде биік өкшелі туфли киюге, ыстық ванна қабылдауға, ауыр жаттығулар жасауға, бір орында ұзақ отыруға болмайды.
және профилактика ретінде көбірек жаяу жүріп, жүзу, велосипед секілді спорт түрлерімен айналысқан жөн. Жүктілік кезінде және ауыр жұмыс істегенде компрессионды трикотажды қолдануды ұмытпаңыз. Жалпы видео сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыз.